Селям алейкум, эфирде «Заман», студияда Мавиле Мухтарова. Чалышам. 10 bin рубле пара жазасы деңіштірілмеді. Ишғал етілген Қырымда бір кішілік наразылықлар давасының бірінші қарары шығарылды. Бүгін Қырым юқары Рус махкемесі бір кішілік наразылықлар давасында 14 шекей дәрезасыны бақайжақ ола. Бір кішілік наразылықларының иштиракчилері оларға берілген пара жазаларына қаршы итираз білдіре. Шекейтлер 2 аптадан берлі бақылы. Қырымның юқары Рус махкемесі бұтын оларына ред еткені. Қырымлының пара жазасы 15 bin рубледен 10 binге ексілтілгені да. Кечкен сене октябрдің 14-інде Юздензеде Қырым татары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылықларға шыққаны да. Русия қанунлары бұны ясақ етмей, ләкин ишғалшылар қанунсыз митинг қолғанын ысрар етіп, 80 инсанға пара жазасыны берді. Жүремелерінің умуми миғдары 1 миллион Русия рублесіне етті. Қырым ишғалшыларының қавсызлық тедбірлеріні қуветлештірмесі ярымадада яңы яқалабларға yol бережек. Böyle факырны Аққорчалайжы Ольга Скрипник айдынлатты. Оның айтқанына көре Русия құқық қорғаушылары террорист телекесі бар деп, Қырымдағы жемаат фәллеріне басқы япажақ. Аққорчалайжының факырынша ФСБ қырымлыларны тешкіріп, экстремист мәлімат, едебият яда тимсаллерні қыдырajақ, ijtimai ағлардағы сайфелерні есе инчелечек. Не факт, что даже появятся террористы, скорее всего, будут ловить так называемых экстремистов. А это настолько размытая формулировка. Могут появиться новые задержания. Вполне возможно, что будут задержания связаны не только с террористическими статьями, но и с так называемыми экстремистскими статьями. То есть, в принципе, любой пост или там публикацию против Путина или против выборов или бойкота выборов могут расценить как угодно, там, призывы к свержению власти или экстремистские материалы. То есть трудно вообще предвидеть, как они будут это квалифицировать. Қырымдағы сайлау комиссияларының азаларына қаршы жинайты құқат башлатмақ. Украина сайлаушылары комитеті Қырым прокуратурасына бөлі бір талабына айдынлатты. Мартның 18-інде Русияде президент сайлаулары олажақ. Ишғал алтындағы ярым адада да берілмесі планлаштырыла. Комитет берген мұражатлығында ярым адада сайлауларының тешкіл етілмесінде иштирак етмек, қанунны бозмақ демек деп қайдеті. Ал азырда ярымададағы сайлау комиссияларының азалар сайысы 10 binге етті. Чоқысы Оджаве екімола. Сайлау комиссияларының ішінде иштирак еткен инсанлар Исас Украинаға чықып оламас, биометрик паспорт аламас ве атта апыш жазасын алмасы мүмкін. Украина сайлаушылары комитетінің рейсі Минке ярымада сакенлері бұны білсе, чоқысының сайлау комиссиясының азалсы олмақ істеккі йоқ олыр. Якщо ви погодитесь заробити 5000 рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Милли Мejlis рейсі Рифат Чубаров да ярымадада сайлауларының тешкіл етілмесінде иштирак етecek инсанлар неге оғырайжағаны айдынлатты. О, қанунсыз рейберуына кечіргенлер жинай месулиетке чекілежек деп қайдетті. Saylap komisyonda iştirak etmesi demek ki sen Rusya devletine Kırım'da kendi işgalciliğini daha çok derince kuvvetleştirmekine yardım edesin ve haksız alıp varılacak saylavlarda sen de cinayetçi olarak iştirak edesin. Evet. Saylava bilesiniz becermeyip de ya Allah göstermesin boysunup da korkup da kaltırayıp da varıp iştirak etmesi o bir. Ama saylavları hazırlaması, saylavları ötkermesine, işgalcilere yardım etmesi o iki. Ona hiçbirisi aslı Allah göstermesin. Son biz onları kurtarmaya olmak. Украина тышышлер нәзірлігі Русияден Украина ватандашының Қырымда тұтылғаныны ресми шекелде таздықламасына талап ете. Тунивын ФСБ ярымадада Константин Давыденко яқаланғанына білдірді, оны Украина үшін жасуслық япқанында шеклейлер. Украина тышышлер нәзірлігі яқаланған кішінің бұлынған еріні білдірмеге
талап етем. Қырымда террорист үчімлерінің азырламасында қабатланып яқаланған Евгений Пановға тақиқат әлі аңлашма тізімге теклиф етілді. Бұның қардашы Игорь Котеленец білдірдақ мешіттегі СИЗОда Евгений Пановға маневи жеттен басқы япыла екен. Украина диверсанты олғаныны танысын істейлер. Құқық қорғаушылар Панов қабатлы олғаныны избатлап оламай. 2016 сенесі августайында Евгений Панов Қырымда яқаланып террорист үчімлерінің азырланмасында қабатланды. Следствие там бросало его в камеры с крысами, с клопами, психологическое давление на него оказывало и прочее, прочее. Он от всего этого отказался, выдержал, слава богу, молодец, и сказал, я не собираюсь сотрудничать со следствием. Қырымда уйдырылған Украин диверсантларының күрешмек үшін советлерінің ұсулларына ғайрыдан тіклемеге істейлер. Бұақта сөзде Жемат палатасының елбасшысы Григорьев білдірді. Оның айтқанына көре Русия президентінің сайлаулары өгіне Украина махсус қызметлері ярамадада фаалешіжек. Бұңа қаршы күрешмек үшін советлер құлланған ұсулларына қатырламақ керек екен. Лав жасусларға қаршы тедбірлер аққында кете. Фоторесам ве Қырым бірдемлігінің фаалы Сейтумер Сейтумеров азат етілген ватанының фоторесамыны япмаға арз ете. Оның іші сайысында дүния ешқал алтындағы ярамадада нелер олып кешкеніні біле. Сейтумер Сейтумеров басқа алтында қалып, Қырымны терк етмеге мejbur oldu. Bu haqda левхамызда тариф етіле. Айретте қалдырған текрарланмас Қырым табиаты. Деңішкен ве тәжіплендірген қара деңіз. Бұл инсан туған юртының дүлберлігі аққында ана бабасындан, балалығындан ешітейді. Сейтумер Сейтумеров ана бабасының рух күшіне шашқанын айта. Сейтумеровлар қорантасы ғұрбетліктен ватан Қырымға қайтып, ершейіні яңыдан башламақ үшін күш тапып болды. В Крым мы в 89 году переехали. У меня отец 28 года пережил депортацию. Мама родилась на 20-й день уже в депортации. Туған бақшысы манзаралары ве ескі минарелер фоторесім аққында тұшындырды. Сейтумер ilk фотоларына телефонға шығарғаныда. Ярышта ғалебе қазанып, еркесіні шашыртты. Бұл іші хан сарайына бағышланғаныда. Когда снимаешь отдельно, скажем, архитектуру, чуть-чуть не хватает красоты. Отдельно, когда снимаешь пейзажи, но если там нет мысли исторической фишечки в виде мечети, в виде какого-то старинного здания, то получается просто красиво, но без мысли. Сейтумер Қырым ве сакенлерінің дүлберлігі қында бұрчық фоторесімні топлады. Бұл ішіні есе ең мұвафақиетлі деп сая. Мұнда салатчық қавесінің сайыбы Марлен Асанов жәмеде ибадет етем. Сидит в мечети, после намаза делает дуа, мольбу Всевышнему, и на него падает с окна красивый луч света. В контексте крымских событий Марлен Асанов стал лучом света для многих людей. Қырым ішғалі Сейтумерінің яшайшыны ве қайделеріні деңіштірді. О, Қырым бірдемлігі аққорчалайшы тешкелатынен еш тұтып башлады. Тынтуф семеддешлерінің тұтылмасыны шығарғаныда. Бұл фоторесіміні бұтын дүния көрді. Бұйық нешірлер Бақчысырайда Қырым татарларға япылған басқа қында тариф етіп, оны пайлашқаныда. Можно видеть, что какая-то еще робкость была в глазах. Сейчас же, когда ты смотришь на тех, кто приходит на обыски, вот этих силовиков, их глаза стеклянные. Сейтумерінің фото ве видеолары сайысында дүния Русия ишғал еткен Қырымда нелер олғанына білмеге башлады. Русия құқық қорғаушыларының инсанларны яшқа бақмадан ұрғаны, апске алғаны, түнтуф кечіргені ве махкүм еткеніні көрелер. Кешкен сене октябрның 12-сінде ФСБ салатчық қавесіне түнтуф кечірмеге келіп, сайыбы Марлен Асанов ве 5 фальны тұтқаныда. Оларны террор тешкілятында иштирак етмесінде қабатладылар. Сейтумерде айны вазиетке оғрамасы мүмкініді. Бір қача евелсі оның евінде түнтуф кечірілді. Оны есе сорғуға чектілер. Мои пожилые родители, которые пережили депортацию, столкнулись с тем, что в наш дом ворвалось с автоматами. С автоматчиками там было с полицией, человек 80, наверное, не меньше. Сейтумерінің техникасы чекіп алынды, жинайы іш açılды. 2012 сенесі о иштимai ағда Русияда ясақланған тешкілятының тимсаллеріні
paylaşkan eken. Ona 2000 ruble para cezası berildi. Sitomer'nin fikrince jereme FSB planının başlangıcı edi. Erkek kişi Kırım'da kalsaydı başına bir bela kelmesi mümkün edi. O Kiev'ge köçmege mecbur oldu. Mında Kırım birdemliginin işini devam ettirip, işgalcilerinin yaramadada yaphanlarına dünyaga bildirecek olam. Sitomer Kırım Dülberliga kında foto resimler sergisine hazırlanmaga niyetlene. Бахчисарай очень красив, скалы, горы, леса. В обиходе народ настолько к ним привыкает, что не замечает эту красоту всю. Sitomer Sitomerovның ең büyük arzusu Kırımga qaytıp, azat etilgen vatanның foto resimini yapmaktır. Хотелось бы сделать какой-то кадр, который бы отразил на фоне нашей исторической каких-то достопримечательностей счастливые лица нашего народа вот на этом фоне. Эльвина Сидбулаева, Никита Проскурин, Zaman, АТР. Şimdilik bu so'nggi xabarimizdir. Yangi xabarlar haqida saat 12'de İskender Mehmetov Ukrayincha tarif eter. ATR'den ayrılmangiz.